Достар, сәлем. Осы уақытқа дейін әлемді жаулаған, талай жандарды алып кеткен, пандемия, эпидемия құрған, қазақ еліне де жеткен жаман вирус, коронавирус туралы материал дайындап отыр едім. Бірақ жаңалықтардан Apple компаниясы жаңа iPhone-ын паш етті. Жаңа iPhone-ның аты iPhone SE 2020. 2020 деп қысқаша айтатын болсақ, iPhone SE 2. Неге 2? Өйткені 2000 жылы iPhone 6 шыққан кездерде iPhone SE деген болған. Мынау екінші түрі. Дизайн жағынан жаңа iPhone 8-ге қатты ұқсайды. Оның саусақ сенсоры бар, оның бір камерасы бар, портрет режим түсіре алады, 4К видео түсіре алады. Ол сырты жағынан. Ал енді ішкі жағынан процессоры Bionic 13 3 гигабайтты. Әнді естеріңізге түсіре салайын, iPhone 11-дің өзінде осы процессор тұр, яғни Bionic 13, яғни ішкі жағынан жақсартқан. Процессорын жақсартса да, ішінде бәрі үйренген Face ID жоқ. Бұл негізі қымбат технология, бірақ басқа жағынан қарайтын болсаңыз, менде мысалы iPhone 10, одан бұрын iPhone 7 Plus болған, мен ешқашан Face ID қолданбайтын. Менің ойымша ол артық уақыт кетіреді. Сонымен сіздер түсініп тұрғандай, қымбат технологияны алып тастап, керекті қымбат емес технологияны қолданатын болсаңыздар, iPhone SE 2 шығады. Енді қараңыздар, бәрі iPhone-нан жаңалық күтті. Мысалы, Samsung S20 Plus 108 мегапиксельді камерасын көрсетті. Xiaomi өзінің флагмандық смартфонына процессоры Snapdragon 865 процессорын қойды. Huawei де қалмай өзінің камерасын да жетілдірді, процессорын да жақсартты. Енді бәрі iPhone не шығарады деп күтті. Мүмкін ода 4-5 камера бола ма, мүмкін оның көлемі үлкен бола ма, мүмкін жақсы зум болатын шығар деп күткен кезде, бұлар елдер күтпеген қадам жасады. Ол не істеді? Бағасын төмендетті. Бағасын кейінірек салыстырмалы түрде көрсетемін. Енді қараңыздар, көлем жағынан, диагональ жағынан бұлар менің ойымша қатты қиналған жоқ. Өйткені ең көп сатылған смартфондардың көлемін ала салды. Мысалы, ең көп сатылған смартфонның көлемі 4-7, диагональ 4-7 дюйм. Соның бәрін қоса тұрып, олар арзанға сатып отыр. Негізінде Apple компаниясы осы уақытқа дейін арзан деген сөзбен байланыспаған. Ылғи заттары жақсы, сапалы және қымбат болатын. Енді бағасы жағынан салыстырып көрейік. Huawei компаниясы өзінің смартфонын 700 мың теңгеге сатып жатыр. Samsung өзінің смартфонын 550 мың теңгеге сатып жатыр. Жақында OnePlus 8 Pro деген смартфон шығады, оның бағасы 450 мың теңге болады. Ал енді iPhone жаңа смартфонын шығарып, өзінің бағасын $400 деп қойды. Яғни біздің теңгемен қазіргі курспен салыстырсаңыз 180 мың теңге. Сонда кейбірден 2 есе, кейбірден 3 есе арзан болып тұр. Енді неге олай арзан екен ойлап көрейік. Әлемдегі кризиспен Apple компаниясы соны байқап отырып, арзан болса да көп сатылатынын ойлады. Қараңыздар, ең көп сатылған смартфондар осы уақытқа дейінгі ол iPhone XR және iPhone 11. Олардың басқалардан айырмашылығы ол баға, арзан баға. Сонымен неге арзан смартфон шығарды деп екінші себебі, мүмкін қазіргі дүние жүзі кризиста Apple компаниясына ақша керек болып тұр. Өйткені бұл айдаһардай үлкен зауыты Қытайда бір айдан астам уақыттай жұмыс істемей тұрған. Ал енді үшінші себеп, мүмкін кризиста көп адамдардың төлем қабілеттілігі төмендеді. Яғни қымбат смартфон шығарса, мүмкін аз сатылады деп ойлап отыр. Қосымша сипаттама жағынан қандай артықшылық бар деп ойласаңыз, бұның суға шыдамдылығы IP67. Яғни 1 метр тереңдікте ол жарты сағат шыдайды. Бағана айтқандай түстері ақ, қара және қызыл. Дыбысы стерео, ол жақсы, және тағы да артықшылығы дыбысты тарата алады. Яғни сіз достармен 2-3 телефон болса, бір смартфонмен дыбыс таратып, 3 смартфонда бір өлең тыңдай аласыздар.
Ол не үшін? Ол дыбысы қатты, мысалы музыканың дыбысын қатты шығарғыңыз келсе, 3-4 телефоннан әрине дыбысы қатты шығады. Кейінгі заманауи Wi-Fi 6 2 сим карталы, бірақ екінші сим карта ол eSIM, ал бізде eSIM әлі істемейді. Сонымен Apple компаниясы сізді таңғалдырмады деп ойлайтын болсаңыз, жақында iPhone 12 шығады. Ол кезде оның камерасы 4-еу, оның күші 3-еу, оның үлкендігі молшылық, күтіңіздер, сізді таңғалдырады. Ал қазір халық алсын деп, жаңа iPhone алсын деп, жаңадан арзан iPhone шығарды. Сонымен бұл кеше ғана шыққан iPhone, кеше ғана жарнамасын көрдік. Енді сіздер көрсін деп, сіздерге тездетіп шығарған материал осы. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, жақсы достарыңыз болса, бөлісіңіздер. Ал мен масканың пайдасы туралы әлі видео біткен жоқпын. Соны жалғастыра беремін. Сау болыңыздар.